рыноктың кез келген уақытында сауда жасауға болады. Мысалға 6,5 сағат жұмыс жасай ма рынок, сол 6,5 сағаттың мысалы кез келген уақытында жұмыс жасауға болады. Әр акция әртүрлі қимылдайды. Біреуі жылдам қимылдайды, біреуі кеш қимылдайды деген сияқты. Мысалға мына жерде қазіргі уже рынок уже жабылуына бірнеше минуттар қалды, бір 50 минуттай қалды. Мысалға мына жерде айтатын болсақ, сағат 11-ден 10 кеткен кезде мына белгілеп қойған деңгейді бұзып, ол премаркет, жаңағы премаркеттің деңгейі, оны кейін айтатын боламын. Мысалы мына жерде мына бөлікті сіз көрмейсіз. Мысалы мына бөлікті сіз көрмейсіз, мынау жоқ деп есептеңіз. Мысалға сызбайды екен. Мысалға мына жерде мына бөлігі жоқ, көрмей тұрсыз сіз деп ойлайық. Осы жерде мына жерге қазіргі баға тұр, сіз осы жерден buy stop, қазіргі бағадан мен жоғары бағада сатып аламын деген сияқты, сондай жаңағы заявка бересіз. Сіздің жорамалыңыз бойынша баға көтерілуі мүмкін деп жатсыз. Енді бұл жерде стопты қоятын болсақ, мысалға 10 центке, мына бардың лоуынан қоятын болсақ 14-15 центке дейін максимум болады. Менің сауда жасау стратегиям бойынша, мінекей, мына лоудан қоятын болсақ, сіздің стопыңыз ұстамайды, мына көрдіңіз ба? Мына жерде стопқа жақындамай кетті. Яғни сіз бұл жерде табыс табасыз. 1-ге 3 болу үшін мына жерден 30 центте, мына жерден уже шығып кетуге болады. Мысалға, ары қарай күтем десеңіз, мына жерден сатып жібересіз, мысалға, деген сияқты. Бұл жерден, мына жерден біз buy stopпен кірген кезде, егерде 10 цент қылатын болсаңыз, сіздің стопыңыз ұстап кетеді. Сол себепті алдыңғы бардың лоуынан қойған дұрыс болады. Немесе сіз мына уақытта келдіңіз, мысалға 11:30-да, 11:30-да сіз мына жерден buy stopпен заявка бердіңіз, мына жерлерде, қымбаттау, қазіргі бағадан қымбаттау баға buy stopпен. Значит, сізде стопыңыз болады, мына жерде $10 қойсаңыз, уже без стопқа вообще жақындамайды екен. Мінекей, даже 1-ге 4, 1-ге 5 алуға болады екен, 50 цент. Сіздің стопыңыз 10 цент болатын болса, табысыңыз сізді 1-де 5-ке алуға болады. Қазірше 1-де 3-тен бастай беру керек, 1-де 3 мына жерден келді. 1-де 2-ден де алуға болады, мысалға, деген сияқты. Мінекей осындай. Қазір басқа акцияларды қарап көрейікші. Дәл қазір сауда жасауға бола ма? Рыноктың қайтар базар дейді, қайтар базарда да рыноктың аяқ жағында да болады сауда істеуге. Мына жерде мысалға мына баға қазір 6:45-ке келіп қайтуы мүмкін, мынау сияқты. Мысалға, гептен қайтуы мүмкін деген жорамалмен. Қазір рынокта жақын қалды ғой. Егерде импульс беруі де мүмкін, осы жорамалмен біз сатып аламыз деп ойлайық. Актив трейдерді басамыз. Мысалға, бір акция деп қойын, buy маркетті басамыз. Buy маркетті басатын болсаңыз, сіз қазір центті жіберетін болсаңыз, сіз нарық бағасымен сатып аласыз. $6.49 сатып аласыз. Нарық бағасымен трейдерлер көпшілігі жұмыс жасамайды деп бағана айттым. Сол себепті мына жерден біз editті басамыз. Editті басқаннан кейін маркет емес, бізде buy лимитпен алуымыз керек. Мысалға, қазіргі бағадан
төмен бағада алу үшін бай лимитпен алу керек. Демек, мына жерде лимитті қоямыз. Мінекей. Осы 6-да 45-ке келіп қайтуы мүмкін деген жорамалмен. 6-да мына жерде 45 қоямыз да. Мына жерде confirm and send дегенді басамыз. Тағы да тексер дұрыс қойып атсың ба деп жазып жатыр. Мінекей. Бәрін тексеріп болған екен, sendті басамыз. Мінекей. Мына жерде тапсырысыңыз тұр сіздің. Тапсырысыңыз тұр. Әрине қазір рыноктың уже жабылуына 40 минуттай қалды. Импульс жүруі мүмкін аяқ жағы. Қайтар базар дейді. Осы деңгейге келіп, біздің акциямыз сатып алынып, импульспен мына жерге дейін бару мүмкін. Немесе мына жерге дейін бару мүмкін. Қайтар базарда бірақ тез алып қалған дұрыс. Қайтар базар деп айтамын мен өзім. 1-2, 1-1 сатына ішіндемен алсаңыздар болады. Күтсеңіздер де болады, баруы мүмкін, барлығы мүмкін. Демек, сіздің тапсырыңыз осы жерге мына баға келетін болса, тапсырыс орындалады. Тапсырыс орындалып, позиция ашылғаннан кейін міндетті түрде стопты қоямыз. Міндетті түрде стоп. Мына жерде стоп бізде қанша болады екен мысалға. Мына жерден сатып алсақ, мына бардың лоумен алатын болсақ, 2 цент. 2 цент. 10 акцияңыз болса, қанша болады? 20 центпен шығады екенсіз. Ал мына жерге дейін алатын болсаңыз, 2 центіміз қараңыз. 2 цент, бұл 1-ге 3 болатын алыңыз келсе, уже сізде 6 центпен шығып кетуіңізге мүмкіндік бар екен. Мына жерден ақ шығып кетуге болады. Бірақ 2 цент болған кезде, мысалға, сіздің рискіңіз $1 болатын болса, $1 бөлеміз 2 центке. Сонда 50 акция алу керексіз. 50 акция сатып алу керек бұл жерде. 50 акцияны сізде көбейтеміз 6-да 45-ке, дұрыс, 6-да 45-ке көбейтетін болса, $323 сауда жасайды екенсіз бұл жерде. Оборотқа керек, мысалға. Немесе 10 акциямен де істей беруге болады. Енді өзіңіздің рискіңіз, қойған рискке байланысты. Бұл не бойынша? Стоп лимит бойынша. Арғарай кетіп жатыр ғой, мысалға. Жоғары кетіп жатыр. Бұны уже жоғары кетіп жатқан екен, уже өшіре салуға болады. Заявканы. Бұл бай лимитке байланысты. Бай стопқа бізде шығам екен. Бай стопқа. Мысалға, мына жерден келетін болсақ, енді қазір рыноктың несі ғой, аяқ жаға келіп жатыр. Бай стопқа келетін болсақ, мына деңгейді бұзса, ары қарай көтерілуі мүмкін деген, қазіргі бағадан жоғары бағада сатып алу. Актив трейдерді басамыз. Мына жерде мысалға бір акция дейін buy market бойынша сатып алмаймыз, editті басамыз да. Демек, қазіргі бағадан жоғары бағада алу үшін біз buy stop, мына жерде стопты қою керекпіз. Демек, 7-де 49 десек те болады. 7-де 48-ді қойсаңыз да болады. Мысалға 7-де 48-ді бұзса, ары қарай баға өсуі мүмкін деген. Мына жерде day деген бар, бүгінгі сауда күні деген білдіреді. Confirm and send, тағы да тексер деп жатыр, sendті жібереміз. Болды. Мінекей. Мына бағаға келіп, ары қарай импульспен кетуі мүмкін. Мінекей. Бұл buy stop арқылы. Көріңіздер ме? Жағындап келеді. Buy stop арқылы келеді. Енді бұны қазір күту керек болады. Алынғаннан кейін, акция алынғаннан кейін, міндетті түрде стопты қою керек.